Балалар, сендерге асықпен ойнаған ойындар ұнады ма? Иә. Күнделікті қызықты ойнаймыз, иә? Ал енді осы ойындардан бөлек тағы асықпен ұлттық ойындарды білесіңдер ме, қандай ойын бар екен? Олай болса мен сендерге түсіндіріп өтейін. Балалар, мінекей, асықпен неше түрлі ойындар ойнадық, иә? Мінекей, балалар, асықты неден алатынымызды білесіңдер ме? Қойдан. Иә, ертеде ата-бабаларымыз осы асықты тазалап, кептіріп, немелермен жинап ұлттық ойындар ойнатқан екен. Ұлттық ойындардың ішінде қанталапай, асық ату ойындары бар екен. Осы ұлттық ойындарды ойнай отырып, біздің батыр, өте ержүрек, мықты, шымыр ата-бабаларымыз болған екен, ағаларымыз болған екен, сендер де осы ұлттық ойынды ойнағыларың келе ме? Иә. Ол үшін біз бүгін қанталапай ойын ойнаймыз. Менің мына қоржынның ішінде көптеген асықтар бар. Осы асықтардың ішінде ерекше қынаға боялған қандай түс екен? Қызыл түсті асығымыз бар екен. Осы ойынды бастаған кезде кім көп асық жинап, ішінде қызыл асық түседі, сол ойынды бастайды екен балалар. Ал ойын ойнауға дайынсыңдар ма балалар? Талапай, ойын басталды, алақай! Анасығы кімге түсті? Менде. Өте тамаша, жарайсың Нұрсұлтан. Тізіңдер. О, жарайсың. Өте тамаша, жарайсың. Балалар, біз қандай ұлттық ойындар ойнадық? Қанталапай, теңгелі, ақан татыс. Ой, жарайсыңдар балалар. Бүгінгі ойын сендерге ұнады ма? Иә. Мінекей балалар, біз осы ұлттық ойын арқылы денеміз шымыр болады екен, ширақ болады екенбіз, иә балалар? Келесіде әрдайым ойнап отыратын боламыз осы ойындардың барлығын. Жарай ма балалар? Иә. Көп рахмет сендерге.